Құрметті Абылай Қалдарбек YouTube каналының оқырмандары, қош көрдік дейміз баршаңызды. Бүгінгі біздің тақырыбымыз көп аналардың қойып жатқан сауалы, сұрағы, ол баланың 1 жасқа дейінгі салмақ қосуы. Балалардағы салмақ дефициті, белково-энергетический недостаточность дейміз, яғни баладағы ақуыздың жетіспеуінен, энергетический калораждың жетіспеуінен бала салмақ қосуының артта қалуы. Осы туралы толыққанды бүгінгі видеода сіздерге түсіндіруге тырысайық. Сіздер лайк басып, міндетті түрде менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Себебі жас аналарға, жалпы көптеген кішкентай баласы бар отбасыларға бұл YouTube каналдың берер пайдасы көп деп сіздерге мен толыққанды айта аламын. Сізді өзімнің подписчигімнің қатарында көргеніме өте қуаныштымын. Лайктарыңызға үлкен рахмет. Енді негізгі тақырыпқа оралайық. Баланың салмақ нормасы. Негізі бала туылғаннан кейін 1 жасқа дейін міндетті түрде күтімі егер жақсы болатын болса, мына жоғарыда келтірілген таблицаға сай салмақ қосып отыру қажет. Енді ол қалай деп айтамыз? Қарапайым формуламен түсіндіргенде сіздерге бала негізі туылған кездегіден 6 айлық мерзімінде туылған кездегі салмағын 2 еселейді. Яғни 3 кило болып туылған бала 6 айлығында 6 кило болады. Яғни 1 жасында орташа есеппен ол 3 еселейді. Яғни 9-9,5 кило шеңберінде салмақ болу керек балада. Енді негізгі салмақ нормасына келтірейік. Әрине бұл жерде плюс-минус 10% ауытқу болуы мүмкін. Себебі мен әрбір видеомда әрбір сіздерге айтып жатқан тақырыптарда пайдалы ақпараттардың ішінде келтіреміз, айтамыз. Әр баланың организмі индивидуалды түрде өз ерекшеліктеріне ие. Яғни өз кезегінде біздің баланың туылған кездегі салмағын алайық. Нормада есептеген кезде бала бізде 2 кило 700 бен 3 кило 700, 3 кило 800-дің арасындағы салмақ көлемінде туылған бала бізде нормасымен өз физиологиялық дамуына сай салмақ деп біз келтіреміз. Яғни енді сіздің балаңыз 3,5 кило болып туылған бала болатын болса, туылғаннан кейін әр ай сайын өзінің нормасында қосып отыратын салмақ үлесі бар. Егер одан сіздің балаңыз қалатын болса, жалпы ағзаның, жалпы иммундық жүйенің, жалпы баланың физиологиялық өсіп жетілуіне қандай да бір кедергі, және де баланың дамуында қандай да бір артта қалулар, және де қайтарымсыз процестер, яғни бала денсаулығына зияны келетін процестердің орын алуы мүмкін. Сол себепті сіздің балаңыз туылғаннан кейін 1 жасқа дейін міндетті түрде салмағына, бойына сіз жіті назар аударуыңыз қажет. Егер салмақ қосудан артта қалып жатса, міндетті түрде өзіңіздің учаскелік дәрігеріңізге, терапевтіңізге, педиатрыңызға немесе білікті маманның консультациясына жүгінгеніңіз дұрыс. Себебі сіздің балаңыз 1 жасқа дейін ағзаға қажетті витаминдерді, ағзаға қажетті элементтердің барлығын бойына сіңіріп, жалпы ана сүтінен және де 6 айдан кейінгі қосымша тамақтану, яғни прикормның құрамынан қажетті калорийді, қажетті энергияны алып отыруға міндетті. Егер ондай жағдай жасай алмасаңыз, балаңызға қандай да бір иммунодефициттер немесе ағзасында қандай да бір патологиялық құбылыстың басталып кетуіне әбден сіз жағдай жасауыңыз мүмкін. Сол себепті мұқият болайық, 1 жасқа дейінгі салмақ қосуға аса назар аударайық. Енді баланың негізі 1 жасқа дейін салмақты қалай қосады? Бірінші туылғаннан кейінгі бірінші айында бізде бала 650-670 грамм салмақ қосады. Ал екінші айында, үшінші айында бізде 750-800 грамм көлемінде салмақ қосып отырады. Енді үшінші ай бітеді, яғни 4-ші айдан бастап бала 750, 5-ші ай 700 грамм, 6-ші ай 650 грамм, солай 12-ші айға дейін әр ай сайын 50 грамм кеміне қарай салмақ қосып отырады. Ал енді жалпы жинақтап есептеген кезде 1 жасқа толған 12-ші айында бала бізде бас аяғы айына где-то 450-480 грамм салмақ қосатын болады. Бұл өз кезегінде біз егер тәулігіне бөлетін болсақ, ай көлемінде күнделікті бала 8-10 грамм салмақ қосып отырады. Бұл әрине нормасы, осы нормаға сай келу, ол сіздің ерен еңбегіңіз, сіздің атқаратын функционалыңыз, яғни омыраумен толыққанды емізу, баланың күтімі, баланың омырауды толығымен емгенін және де қанағаттанғанын сіз қадағалауыңыз, былайша айтқанда сіздің еңбегіңіздің жанғаны.
Енді сіздерге түсіндіретін болсақ, ендігі кезекте баланың жалпы салмағынан қалу, физиологиялық салмаққа сәйкес келмеу ненің салдарынан болады? Бірінші кезекте баланың ана сүті емес, бірден қосымша жаңағы сместерге, яғни искусственный кормление дейміз біз, қазіргі уақытта көбейіп кетті. Ондай балалар да, ондай аналар да. Неге? Себебі анасының өзінің бізде күтімі дұрыс емес. Яғни жүкті кезде, лактация периодында жалпы анасының өзінің тамақтануы, рационы, күтімі дұрыс емес болуының салдарынан анасының омырауындағы сүт балаға қажетті деңгейде жетпей жатады. Разумеется, бала осының әсерінен салмақтан артта қалады. Педиатрлар, дәрігерлер не жасайды? Әрине лактация кезінде әйел адамның омырауындағы сүтті бірден қалпына келтіру қиын нәрсе. Сол себепті балаларды искусственный кормлениеге, яғни қосымша жаңағыдай ұнтақтарға өткізіп жіберіп жатамыз. Ал мен сіздерге айтайын, әлемде еш нәрсе 6 айлық мерзімге дейін балаға ананың сүтін алмастыра алмайды. Себебі ананың сүтінде қажетті микроэлементтер, қажетті компоненттер, колоражы бізде Алла тағала сондай керемет жасап қойған. Еш нәрсенің расчетін жасаудың, еш нәрсені балаға коррекция жасаудың қажеті жоқ. Анасының омырауында балаға қажетті элементтердің барлығы бар. Сол себепті мүмкіндігінше балаңызды 1 жасқа дейін, кемі 1 жасқа дейін емізуге тырысыңыздар, егер мүмкіншіліктеріңіз болса. Әрине лактацияны сақтап қалу, омыраудағы сүтті сақтап қалу, 1 жасқа дейін оны жеткізу, оның да өзінің жолдары бар. Алдағы тақырыпта бәлкім оны біз сіздерге толыққанды түсіндіріп кетеміз. Сол себепті YouTube каналға тіркеліп, осындай пайдалы, осындай ауқымды керемет тақырыптарға қол жеткізіңіздер. Міндетті түрде қазір подписканы басыпса, егер подписка жасамаған болсаң, және осы пайдалы ақпарат үшін лайк басып кет. Енді баланың колоражын біз қалай есептейміз? Арнайы формула бойынша бізде колораж әр баланың салмағына 110 килокалорий мен 150 килокалорийдің арасында есептелінеді. Енді килокалорий дегеніміз қандай? Мысалға ананың сүтін алатын болсақ, біз ананың жалпы 100 мл сүтте, омыраудың сүтінде бізде 75-80 килокалорий бар. Ал енді біздегі жасанды сүттер, оларда да нұсқаулығын егер оқысаңыздар, 100 мл сүттің құрамында 70-75 килокалорий көлемінде энергетикалық құндылығы деп жазылған. Көп аналар бізде сместі таңдаған кезде, жалпы балаға жаңағыдай қосымша сүтті таңдаған кезде оның нұсқаулығына, колоражына, құрамындағы лактозаның, лактаттардың бізде мөлшеріне мән бермей жатады. Және де көп жағдайда бізде аллергияға, құсуға, баладағы функционалды бұзылыстарға, одан да бөлек баланың ішінің ісуіне, сүтті көтере алмауына, сондай проблемалармен жолығып жатады. Сол себепті егер сіз балаңызды омыраумен емізбейтін болсаңыз, қосымша сүт беретін болсаңыз, ол өте маңызды ақпарат. Себебі сіз колоражды восстановить етпей, балаңызды ертең аллергия, жаңағыдай құсу, сүтке байланысты іш өту болатын болса, балаңыз әрине салмақ қосудан артта қалып кетеді. Сол себепті мұқият болайық, әрдайым нұсқаулығын оқып жүрейік. Енді колоражды қалай есептейміз? Сіздің балаңыздың салмағына, мысалға алайық, орташа есеппен сіздің балаңыз 10 килограммдық бала. Енді осы 10 килолық баланың біз тәуліктік колоражын есептеп шығайық. 10 килолық балаға орташа есеппен бізде 120-125 килокалорий әр килограмм салмағына тәулігіне бізде қажет болады. Яғни 10 килолық бала 120-дан есептейтін болсақ, 1200 килокалорий тәулігіне тұтынады. Ол қалыпты жағдайда бала ағзасының құртатын энергиясы, былайша айтқанда. Біз, допустим, көлікке бензин құямыз, немесе өзіміз тамақтанамыз. Неге? Өзіміздің қажеттілігімізді, қоректілігімізді қамтамасыз етіп отыру үшін. Дәл солай бала ағзасында да бізде қажет деңгейдегі калорийді поддерживать етіп отыруымыз керек. 10 килоны, допустим, сізде 120 килокалорийге сізде көбейтетін болсаңыз, 1200 колораж шықты. Колораж бойынша 1200. Енді 1200-ді біз жоғарыда айтып кеттік, әр 100 мл сүттің құрамында бізде 75 килокалорий бар деп. Яғни сіздер 1200-ді сіздер 75-ке бөлетін болсаңыз, қанша миллилитр
сүттің көлемі шығатынын есептеп шығарасыздар. Осыны әр 2 сағат сайын, егер емізетін болсаңыз немесе қосымша сүт беретін болсаңыз, әр 2 сағат сайынға бөлесіз тәулік бойына. Разумеется, бала 24 сағаттың 15 сағаты қоректену уақытына, 10 сағаты бізде ұйқының уақытына кетеді. Сол себепті сол 15 сағаттың ішіне әр сағат сайын қанша миллилитрден сіздің балаңыз сүт ішіп отыруы қажет. Егер осы формуланы сақтанатын болсаңыз, және де балаңызға қажетті калорийді бере алсаңыз, сіздің балаңыз міндетті түрде салмақтан артта қалмайтын болады. Ендігі кезекте қараңыз, сізде нұсқаулықты оқиық, сүттің сыртындағы, сместің сыртындағы нұсқаулықты оқиық дедік. Ол жерде сізде нормада сіздің балаңыздағы белковый недостаточностьті немесе салмақтың дефицитін немесе перевесті есептемей шығарған формулада, мысалға байқасаңыздар, көп сүттердің сыртында бізде жазылып тұрады. 4 айлығында осынша миллилитр сүт ішу керек, 5 айлығында осынша миллилитр сүт ішу керек деген сияқты. Ол нұсқаулықтан гөрі, егер жаңа жоғарыда келтірілген формула бойынша сіз өз балаңызға индивидуалды калоражды есептеп алатын болсаңыз, сіз өте дұрыс жолдасыз және дұрыс шешім қабылдадыңыз деген сөз. Енді егер сіздің балаңызда салмақтан қалу, салмақты қоспауы, әлсіздік және де тағамда дұрыс қорыта алмауы, немесе қосымша сүтті дұрыс қорыта алмауы, сүт ішкеннен кейін бірнеше уақыттан кейін құсып тастаулар, іші өтіп кету, немесе аллергиялар секілді тамақтануға, салмақ қосуға, баланың дамуына байланысты егер сұрақтар болатын болса, мен педиатр инфекционист Абылай Қалдарбек сіздерге өз қызметімді ұсынамын. Енді бұл жерде қызметін ұсынам болғанда қалай? Сіздер балаңызды маған консультацияға алып келу арқылы толыққанды калоражды есептетіп, тәуліктік қажетті сместі және де қажетті маркалы сместі мен сіздерге таңдап бере аламын. Осының барлығын консультацияға келу арқылы қол жеткізе аласыз. Консультация бізде жеке клиникада, Абумед медицина орталығы, төменде номерін қалдырам. Сол номерге хабарласу арқылы консультацияға жазылсаңыз болады. Предварительный запись бойынша қабылдау жүргізіп жатырмыз. Біздің медициналық орталық тәулік бойы жұмыс жасайды және тәулік бойы балалар егу бөлмесі, яғни детский процедурный кабинет бізде сіздердің қызметтеріңізге дайын. Енді осымен біздің бүгінгі тақырыпты толыққанды сіздерге түсіндіре алдым деген ойдамын. Енді сіздерге бүгінгі видео соңында берілетін сұрақ. Бала бізде 7 айлық кезінде қанша айына салмақ қосу керек және оны күнге бөлгенде қанша граммнан түседі? Осының жауабын комментарийге жазып кетіңіз. Дұрыс жауапқа біз міндетті түрде кері байланысқа шығып, тегін консультацияны сыйлайтын боламыз. Лайк басыңыздар, менің арнама тіркеліңіздер, жазылыңыздар, пайдалы ақпараттан әрдайым хабардар болып жүріңіздер. Сіздермен, как всегда, дәрігерлеріңіз педиатр инфекционист Абылай Қалдарбек.